Мен Жабайханов Арман Болотбекұлы, мен семсерлесумен айналысамын. Спорт шеберім, бұл спортпен айналысып жүргеніме 4 жылдан асты. Мен бұл спортқа байқаусызда қызығып, теледидардан көріп келдім. Мен өзімнің алғашқы медалімді 2018 жылы алдым. Мен ол кезде 3-ші орын алдым. Бұл медаль мен үшін өте құнды, өйткені ол менің ең алғашқы медалім болғандықтан. Бұл жарыс Өскемен қаласында өтті. Ержанбек халықаралық турнир болатын. Меня зовут Абиева Миргуль Кадырбековна. Я являюсь старшим тренером Восточно-Казахстанской области по фехтованию. Работаю с 2011 года. В этом году мне уже получается 10 лет. Я являюсь тренером Жабайханова Армана. Изначально он приехал у нас из деревни Тарбағатайского района, поступил в школу-интернат для одаренных детей в спорте. Мы с ним тренируемся систематически, не пропуская тренировку. Ездили на соревнования республиканские, международные. Был чемпионом Казахстана, серебряным призером Казахстана среди кадетов. Қазақстан чемпионы болып, 3 жылдан соң болдым. 3 жылдың арасында көптеген жарыстарда, тренировкаларда қаншама тер төгіп, соның арқасында Қазақстан чемпионы болдым. Көптеген жарақаттар, көптеген жарыстар. Мен 2019 жылы Қазақстан чемпионатын жеңіп алдым. Біз ол Қазақстанға өте қатты дайындалдық. Мені Қазақстаннан кейін тренерлерім, достарым, ата-анам қатты қолдады. Осы чемпионаттан кейін мен бұл чемпионаттан кейін спорт тастамаймын, өйткені бұл спорт өте қатты ұнайды. Мен әрі қарай бұл спортты жалғастырамын. Қазақстан чемпионатында менде бір өте қызық оқиға болған. Шөт 14 болған кезде ең соңғы жағдайда мен өз қарсыласыма өзім күтпеген уколды жасадым. Содан кейін мен Қазақстан чемпионаттың күміс жүлдегері болдым. Его качество упорства, трудолюбие доказывает, что он любит этот вид спорта, ему понравился изначально, и он старается выполнять все, что ему говорят. Самое главное, в принципе, качество спортсмена – это то, что он выполнение установки тренера.